Сіздер оппозиционерлерсіздер. Біріншіден, оппозиция дегеніміз не екенін еске түсіріп алайық. Менің түсінігімде оппозиционерлер алдымен партия құрады, тіркелген, тіркелмеген болсын бәрібір. Екіншіден, халықты жинап, митинг ұйымдастырады. Үшіншіден, олар президентке және билікке қарсы болады. Енді мұны бізбен салыстырайық. Біз ешқандай партия құрған жоқпыз және партия құру жоспарымызда да жоқ. Бізге саясат мүлдем қызық емес. Оппозиция сияқты шеруге шақырып жатқан жоқпыз. Бірақ біз өзіміздің жобамызды заңды түрде іске асыру үшін петицияға қол жинауды таңдадық. Біз президентке немесе қазіргі билікке ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бұл туралы өткен жылдың қыркүйек айында шыққан «Болашақтың сәулетшілері» жобасының фильмінен де көре аласыздар. Құрметті Қазақстан үкіметінің өкілдері, елдің қазіргі экономикалық жағдайын ескере отырып, алдағы әлемдік рецессияға батыл төтеп беру үшін бізге бұдан да артығырақ бірігу керек. Өздеріңіз көргендей, біз ол кезде билік өкілдерін құрметтедік және біздің ауыл шаруашылығы министрімен жауласу туралы ойымызда болған емес. Бірақ жемқорлық барлығын өз орнына қойған секілді. Мұның барлығын бөлшектеп түсіндірмей қояйын, себебі бұл туралы Марат Әбиевтің роднойлардың да шығарылымынан көре аласыздар. Нәтижесінде біз мәселенің негізгі түп тамыры жемқорлықта екенін түсіндік және оған қарсы антикормен күресті бастадық. Генезис системасы да сол үшін құрылған болатын. Көпшілік азаматтар, егер біз жемқорлыққа қарсы болсақ, демек билікке қарсымыз деп ойлайды. Бірақ бұл қате пікір. Президенттің өзі жемқорлыққа қарсы, бірақ ол оппозиционер емес. Елдегі азаматтардың 99% жемқорлыққа қарсы, бірақ бұл олардың барлығы оппозиционер дегенді білдірмейді. Ал кейбіреулер, сендер министрге қарсы шықтыңдар, демек оппозиционерлерсіңдер дейді. Көбісі билікті монолитті, біртұтас нәрсе ретінде, яғни биліктегілердің ым-жымы бір деп түсінеді. Кейбіреулер тіпті пара алатын полиция қызметкерінің өзі қандайда бір үлесін билік басындағыларға жеке шотына жібереді деп ойлайды. Жоқ, билік біртұтас емес. Мен бір министрді мақтап, ұнатып, ал екіншісін ұнатпай сынауым мүмкін. Бұдан кейін мен оппозиционер емеспін. Достар, бұл ешқандайда оппозиция болып саналмайды. Бұл тек менің жеке азаматтық ойым. Қалай ойласам да өз еркім және бұған менің құқығым бар.